Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Амирол, каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі видео описаниеда қарағандарыңыздай және де обложка қарағандарыңыздай бүгінгі видео менің укладкам жайлы. В общем, мен қалай укладка жасаймын, соның барлығын бүгін суретін сіздерге көрсететін боламын. Осы видео бастамастан бұрын маған лайк басып, комментарий жазып және де каналыма подписка жасап кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен әрине де шашымызды негізінде жуау керекпіз. Вот, лучше. И мен уже шашымды дайындап қойдым укладкаға. Короче, осылай шашымызды тараймыз да и осылай екі жаққа, короче, шашымызды осылай екіге бөлеміз. Менде Луни деген осындай плойка бар. Вот, бұны мен маған, короче, жеңгем Каспийдан заказ берген болатын. Бір 3000-ға тұрады, короче, бұл это не оригинал. Вот, бірақ өзі күшті. Күшті укладка жасайды. Тарап аламыз. Негізінде андай масло сүге болады, андай шашқа арналған специально укладкаға дейін ұстап тұратын, күні бойы осылай мас. Так, осылай артқа плетті аламыз да. И осындай үш не бұл керек. Осындай үшеу. И мен жайна қарап істеп жатырмын. И от себя істейміз. Вот. Осылай. Еще қыздар, сіздерге бір кеңесім, если укладка күшті укладка есақат. Ата алмай қалдым. Кстати, менде еще шашым каскад. Мен оны қидырттым осы июньнің, бір ай болып қалды уже, бір ай болды, я мен қидыртқаныма. Кішкене уже өсіп барады, мен соны байқап қалдым уже кеше. Вот. Так, құттай сәтірайық қосын. Так, вроде болды. Осылай асықпай. Осылай. Осылай, короче, осындай бізде локон шу керек. Вот. Мен шашым қалың болғандықтан кейін мен өзіме көп прете алмаймын, өйткені болмайды. Қайттан үшеуін аламыз, тек қана үшеуін аласыздар. Мына бір кнопка бар, обычно ол осы кнопка болады. Шашым тартып жатыр ғой. Ал керек, шашым тартып жүрді. Вот, все. Пойду расслабься. То же самое, бір минут отырамыз. Вот. Кішкене болса көздеп қоямыз. Болдықса күтеміз енді. Данарға тиіспейміз. Біз олар специальный расческамен не істеуіміз керек. 2 hours later. Ладно. Короче, осындай обычно тараға алмаймыз. Оның орнына менде осындай гребень бар. Вот осындай. Бұл менде фирма Advanced Stitch деген. Вот, и осы жағымен, тек осы жағымен істейміз.
Такс достар болды бітті мынау такс. Мына астыңғы жақ бітті, енді үстіңгі жақ істейміз. Астыңғы жақта осылай артқа қарай істейміз, короче. Вот, осылай шығады. Примерно осылай шығу керек. Енді үстіңгі жақты істеп бастаймыз. Үстіңгі жақ, мне кажется, более оңайырақ болады сияқты мен үшін, өйткені менде мынақта қысқа шаш. Көріп тұрғандарыңыздай, кешегі укладкамнан кішкене қалыпты ғой. Түр білмейді екен. Такс. Мен негізі кезінде алдынан бастап істеген ғой. Оказывается, дұрыс емес, арттан бастау керек. Пока артқа жетемегенше уже алдыңғы шаштарым түсіп қалады. Укладкалары. Все, сайын тұрамыз. 1 минут. Все, достар, ең соңғы осы жақтағы шашым қалды. Такс, ойбай, прядь бар. Ту. Шатаса берем, ше осы екі кнопкада. Ұстап тұрамыз да. Қазір уже күшті болып жатыр. Ты көріп тұр ғой камераға. Андай этот негізі нормально тұр, а жоқ не очень тұр. Все, достар, мен уже соңғы чолка деймін, чолка емес та жол. Солай қазір тағы тарап аламыз. Видео қысқа шығады сияқты ше. Все, достар, полканы сөндіреміз. Все. И енді шашымызды тараймыз. Ойбай. Негізі осылай күшті болады, бірақ та аламыз осылай. Гребенді аламыз. Ай, бой! Ничего дома. Видите, осындай бізде волны шығады. Всем пока!